үлкен рахмет. Thank you very much. Merci beaucoup. Франция төрінде айтылған қазақтың екі ауыз сөзі және ұлттық нақыштағы киім. Самал Еслямова қазақ халқына тек Канн кинофестивалінің жүлдегері ретінде емес, ұлтына деген ерекше махаббатымен танылды десек, артық болмас. Әрине, ол Ресей кино өнерін әйгілі еткен шығар. Алайда қазақ қызының осылай әлемге танылуы біз үшін де үлкен мәртебе. Мен ешқашан актер болам деп армандаған жоқпын. Менің арманым журналист болғым келді. 11 классқа дейін, 11 классқа, 11 класстан кейінді. Бірақ енді осы шынымен бұйрық. Содан кейін мен осы колледжға түскеннен кейін маған қызық болды, өте қызық болды. Содан кейін сол кезден бастап бұл кәсіп әрине маған өте қызық. Самалдың жүлдегер болуына себеп болған фильм Айка деп аталады. Фильм әлі жарыққа шыққан жоқ. Фильм режиссері Сергей Дортевойдың сөзінше, кино осы жылдың күзінде экранға шығады. Аталған фильмге 2,5 миллион евро шамасында қаржы жұмсалған. Енді қазір сіздер картинаны әлі көрген жоқсыздар. Ол жайлы сөйлесуге қиын, бірақ бұл картинада ол менің героиням баласын қалдырып кетеді. Сосын ең соңында ол баланы алғысы келеді, қалдырады өзінде қалдырады. Сол ең тебірентер кез. Осылай деген Самалдың актерлық шеберлігіне режиссердің өзі де тәнті екенін жасырған жоқ. Өйткені әлі бала сүймеген әйелдің ана рөлін ойнап шығуы көп жұмыс істеуді талап етеді. Ал Самал болса бұл рөлді өте сәтті сомдаған. Ендеше Канн фестиваль тарихына енген қазақ қызына тек сәттілік тілейміз. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.